Қазіргі таңда эпидемиялық жағдайға байланысты барлығы онлайн режимге ауысқан. Соның ішінде онлайн концерттер қалай өткізіледі, сол жайлы білетін боламыз. Онлайн оқу, дүкен, жұмыс. Енді жаңа сөз онлайн концерт. Бұрынғыдай әр қаладағы стадиондарды адам санымен толтырып, 2 сағаттық естен кетпес кеш сыйлайтын мүмкіндіктер қазіргі жағдайға байланысты тоқтап тұр. Бірақ технологияның дамуының арқасында әлемнің кез келген нүктесінен концерт өткізуге мүмкіндік бар. Бір жұлдыздар Instagram парақшасында тікелей эфир жүргізсе, енді бірі YouTube арналары арқылы тікелей эфирге шығып өнерін көрсетуде. Ал енді бірі өте өзгеше сақтану формасын тапқан екен. Айта кетелік, американдық The Flaming Lips рок тобы Оклахома Сити қаласында концерт өткізген болатын. Әлеуметтік қашықтық сақтау үшін ұйымдастырушылар әр көрерменге үлкен пластикалық көпіршік тәріздес шар берген екен. Онлайн-концерт шынайы залдағы атмосфераның барлығын сезіндірмейді, бірақ бұл пандемияның таралмауының бірден-бір жолы және қауіпсіздіктің альтернативасы деп айта аламын. Жоғарыда аталғандай бірі Instagram парақшалары мен YouTube арналарында тегін концерт жүргізген болса, енді бірі толықтай стадионды жалға алып, билеттерді әдеттегі концертке сияқты сатылымға шығарып, кеш өткізіп жүр екен. Стадион залы түгелдей бос, бірақ онлайн платформа арқылы сатып алынған билеттер бойынша үлкен экранда барлық көрермендер көрініп тұратындай жасаған. Мінекей, қазіргі таңда онлайн сөзі бүкіл әлемді жаулап бара жатқандығының тағы бір дәлелі осы онлайн концерттер екенін де білдік. Сюжетті дайындаған Бағдат Айымгүл. Назарларыңызға рахмет.